Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздердің алдарыңызда көріп тұрғандай Қазақстан Республикасының саяси картасын оқушыларға қалай оңай жаттатуға болады бір әдісті қолданғым келіп отыр. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай 17 облыстың картасы тұр және 3 мегаполис. Міне осыларды оқушыларға қалай жаттатуға болады. Ол үшін мен оны қазір өзгертемін. Мен көріп отқандай мына жерде ешқандай облыстың атауы ештеңе жазылып тұрған жоқ. Мен осыған не істеу керек? Осыған аймақтық сандық кодты енгіземіз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай осы сандық код арқылы оқушылар оп-оңай жаттап алады. Мінекей бірге бастайық. Алдымен мына жерде 01. 01 деп отырғанымыз Астана, 02 Алматы, 03 Ақмола облысы, 04 Ақтөбе облысы, 05 Алматы облысы, 06 Атырау облысы, 07 Батыс Қазақстан облысы, 08 Жамбыл облысы, 09 Қарағанды облысы, 10 Қостанай облысы, 11 Қызылорда облысы, 12 Маңғыстау облысы, 13 Түркістан облысы, 14 Павлодар облысы, 15 Солтүстік Қазақстан облысы, 16 Шығыс Қазақстан облысы, 17 Шымкент, 18 Абай облысы, 19 Жетісу облысы, 20 Ұлытау облысы. Міне осылай осы код арқылы картаны оңай жаттауға болады.